менің өзімнің құқығым бұзылды. Менің санаторный затымды алатын кезде маған 2 рет отказ берді санаторийге. Негізінде положено дейді. Мен өзім барғанда да болмайды деп қайтар жіберді. Мамаммен барғанда да оны қайтар жіберді сол жақтан. Және жаңағы үй жағында тұратын жолдар сәйкес келмейді мүгедектерге. Магазиндерінде пандус жоқ. Қасында поликлиника бар, оның жанында да пандус жоқ. Аптека бар, оған да кіруге пандус жоқ. Бәр жерде барьер тұр да. Пандус магазинде болса да анандай мен міне алатын да емес. Жолдар тегіс емес, асфальт емес, кідір-кідір, балшық. Қыста шыға алмайсың сірә. Остановкаға барғанда да ол остановкаға мінетін де пандус жоқ. Мен жолды айналып өтуім керек. Сол жолды айналып өттім 1 рет. Машинаның астына түсіп қалдым қайтадан. Сол аварияға. Соны 3 жыл болды акиматқа айтып келе жатқаныма. Сол Мұнайлы ауданында тұрам ғой. Сол қарастырамыз деп уже неше әкім ауысты, әлі қарастырып жатыр. Ешқандай пандус та жоқ остановкаде, жолда айтып жатыр, істейміз деп әлі жоқ. Ешқандай зат жоқ та. Коляска жақтында сондаға барасың, олар тек істеп береді. Анандай заң болып жатыр, сендерге активный коляска беріледі. Ондай біздің құқығымыз, например, көп адамдар білмейді да, қарапайым халық. Қаладағылар информацияға жүгіреді ғой. Именно ауылдық жерде көп адамдар білмейді өзінің құқықтарын. Прокуратураға жүгінгенім сол менің қорғайтын адам болмағасын. Былай сырттағы адамдар маған немқорлықпен қарайды да. Не істей аласың ал? Кім сені қорғайды деген. Кімге жалып істей аласың деген. Сол мен ызамен бардым да, сол менді қорғайтын заң шыққанына қуанам да соны. Медицина өту бойынша жаңа сон береді. ИПР-ге жазылу керек ол. Медицина жағы бойынша. Негізінде мені больницадан шығарғанда менің выпискамде болды. Реабилитацияға болу керек деп. Біздер соңынан көшіп кеткесін, ол ұзап кетті да, олына менің справкамде жаңағындай туберкулезбен ауырды. Костный туберкулез, излеченный уже. Бала кезде 4 жасында ма сондай. Одан бері қаншама жыл өтті. Сол излеченный сол тұр деп компьютерде маған не позволено санаторное лечение деп қайтарып тұр ғой бетімнен. Осы заң бойынша маған санаторий тиесілі, басқа заттарда тиесілі ғой. Мен бірақ тек жаңағында памперстен басқа ештеңе алып отқан жоқпын. Ешқандай маған тиесілі заттардың санаторий болсын, жаңағындай пеленка, басқа заттар болсын алып отқан жоқпын. Дәрі-дәрмек естіген де жоқпын оның беріледі деп. Пенсияны өзім алам, бірақ оны мен жаңағы үй алуға өзіме де жұмсамаймын ғой. Үй алуға тек отбасы банкке сала берем. Себебі үйімнің жағдайы нашар. Отопление жоқ. Газды тек жаңағы духовканы ашып қоямыз да, сөйтіп отоплениемен жылытамыз, түнге қарай сөндіреміз. Ол газдың иісі шығады үйде. Сол апасына. 8 айлығында құлатып алған апаларым. 1-ші топ мүгедек, бессрочный. Негізінде мені 11 жастан выписать етті ғой, операциядан кейін. Содан кейін санаторияға положено деп жазып берді ғой. Дальнейшее лечение в санаторном лечении деп жазылды ғой. Оны жаңа біздің поликлиника оны жоғалтып жіберген. Менің бұрынғы бала кезден келе жатқан медкнижкам жоқ. Пожар болды деп жоқ қылып жіберген. Енді оны Ашхабадтан тұрдық қой, содан запрос етіп едік, ояқта да жанып кеткен копиясы. Мамаммен тұрам, дачада, времянка.